Ассалаумағалейкум әріптестер және оқырмандар. Мен қазір сіздерге нақты жұмыс.nation.kz сайтын ашып отырмын. Бұл сайт яғни категория бойынша осы жетістіктерімізді осы сайтқа жүктейтін болдық. Яғни алдын e-портфолиоға жүктеген болатынбыз. E-портфолио қазіргі таңда тоқтатылды. Енді жұмыс.nation.kz сайтында жалғастыратын хабарлап өтті білім бөлімі тарапынан арнайы бізге хабарлама келді. Яғни модератор, сарапшы, зерттеуші санатындағы мұғалімдер жалпы өтетін. Ол кісілер осы жұмыс.nation сайтына кірсін, тіркелсін және өз жетістіктерін жүктесін деді. Енді ал басшы мен орынбасарлар да категориядан өтеді. Ол кісілерге арнайы бөлек хабарланатын болды. Ол әлі хабарланған жоқ. Егер хабарланып жататын болса, оны бөлек салатын болам. Енді бұл сайтқа кірерден алдын сіздер өз облыстарыңызды таңдап алыңыздар. Мен қазір көрсетіп қойғам. Бұл жерде Жетісай ауданы, Түркістан облысы, Жетісай ауданы деп көрсетіп қойғам. Бұл мәліметті толтырып қойсаңыздар, яғни сіздердің мекен-жайларыңыз нақты анық болып тұрады. Ол сіз мына сайтқа кірген кезде автоматты түрде ол бірінші шығады, өз адресіңізді көрсетіңіз деп. Сіздер соны жаңағыдай мән беріп, өз облыстарыңыз бен аудандарыңызды көрсетіп қойыңыздар. Так, өз мектептеріңізді табуға ол ыңғайлы болады. Так, қайтадан бастайын. Кіру және тіркелу бөлімі бар. Қай бір сайтқа кірсеңіз де, ол жерде кіре және тіркелу. Егер де тіркелген болсаңыз, кіре бересіз. Тіркелмеген болсаңыз, онда тіркелу жүйесін жүргізесіз. Мен нақты толығырақ айтқанда жалпылама шет жағасын таныстырып өтейін. Тіркелу бөліміне кіресіз, SMS, бағаты көрініп тұр. SMS, құпия сөз, аккаунт деп тұр. Так, телефон номерді жазасыз. SMS келеді. Яғни мен келесі ақпаратпен таныстым және оны қабылдаймын деп галочка қоясыз да, кодты сұрайсыз, SMS келеді. SMS номеріңізге барады. Номеріңіз арқылы рас соны тересіз, құпия сөз енгізеді, аккаунтқа ораласыз. Сіз жалпы айтқанда кіресіз. Кіргеннен кейін, енді мен қазір номерімен тіркеліп қойдым бұл сайтқа. Сіздерге кіріп көрсетейін. Кірген кезде JSN арқылы кіру бар, телефон номер арқылы, логин арқылы электронный email, почта. Сол арқылы кіруге болады, яғни 4 бағытта. Мен енді қазіргі таңда телефон номер арқылы тіркелдім. Бұл жерге өз телефон номеріңізді жазасыз. Так. Интернет қазір баяу жұмыс жасап жатыр. Осы жерде менің номерім негізі сақталған. Так, есте сақтау батырмасын салуыңызға болады. Немесе номерге код арқылы кіруге болады. Жүйеге кіру батырмасын басайын қазір тез. Так, кіргеннен кейін қайтадан жоғарыда мәзір бөлімін ашамыз. Профайл деген бар. Осы профайл дегенді басасыздар да ғана өз мәліметтеріңізді бірінші JSN арқылы растап тіркейсіздер. Сіз кіріп көрген кезде осы жерде сіздің мәліметіңіз шығып тұрса, онда ол алдын сіз бұл сайтқа тіркелгенсіз. Егер де тіркелмеген болатын болсаңыз, жаңадан кіріп тұрсаңыз, мына жерде ешқандай мәлімет көрінбейді екен. Түзету бөлімін басасыз да JSN енгізіп, іздеу бөлімін бассаңыз, яғни толыққанды сіздің аты жөніңіз шығады екен. Так, ол жүйеге тіркелу жүйесінде JSN арқылы ғана өтесіз қайтадан өтеміз. Портфолио деген бар. Келесі бөлімде портфолио деген ол сіздің жеке портфолиоңызды осында жүктейсіз. Портфолиоңызды. Так, бұл портфолио бойынша жүктеу батырмасы, біліктілік санаты, білім беру ұйымдары, жалпы мәліметтер, аттестация, біліктілікті арттыру, жетістіктер, сабақтарды бақылау парақтары, білім мониторингі, қайта даярлау, ОБТ, көрсеткіштер,
барлығын мына жанында тұрған, оң жақ бетте тұрған түзету, түзету бөлімін басу арқылы сіздер осы жердегі мәліметтерді толықтырады екенсіздер. Түзету бөлімін басасыз. Мысалы, мына жерде неңізді таңдайсыз, санатыңызды, модератор мысалы алдыңыз болатын болса, так, модератор дейміз. Білім беру ұйымдары, мысалы, осы жерде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары және жалпы орта білім беру техникасы, кәсіптік орта білім беру кеңейтілген қосымша білім беру әдістемелік кабинеттер, арнайы білім беру ұйымдары дейді. Сіздер өз нелеріңізді таңдайсыздар. Сақтау батырмасын басасыздар. Бұл осылай сақтау батырмасын шығасыздар. Өз автоматтарда мына жерде мәліметтер осылай шыға береді екен. Түзету батырмасын басасыздар. Енді мен қазір бұл бойынша арнайы компьютерде жеке толықтырып өтетін болам. Енді қараңыз, жалпы мәлімет жеке куәлікті сұрап тұр, еңбек қызметін сұрап тұр, диплом сұрап тұр. Осы жерде файл таңдау арқылы жүктейді екенсіздер. Яғни файлдарды PDF форматта жүктесеңіздер де, JPEG форматта жүктесеңіздер де болады. Енді бұл жерде белгіленген көлемді көрсетеді, сондықтан сол көлемнен артық болып кетпеу керек. Яғни файлдың көлемі үлкен болмасын. Қосымша мәліметтерді мен қазір арнайы жеке салу бойынша мен арнайы компьютерден сіздерге жеке тоқталып өтетін боламын. Қазірге осы бөлімде тура осылай тіркеліп, толтырып шықсаңыздар жеткілікті. Сосын қалған тапсырманы өздеріңіздің жаңағыдай мектеп директор орынбасарларынан хабарлама күтесіздер. Қосымша хабарламалар айтылатын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер де осы каналға жазылмаған болсаңыздар, міндетті жазылып кетіңіздер. Сіздерге керекті мәліметтермен бөлісетін болам. Жалпы рахмет.